Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай етті бәліш жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Соңына дейін осы видеоны қарап, менімен бірге сіздер де жасап көріңіздер. Рецептке керек заттардың мөлшерін барлығын осы видеоның астында описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Ал ендеше бастайық. Осындай үлкендеу ыдысқа айранымызды құйып аламыз. Оның үстіне тұз және де ас содасын қосамыз. Бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып шайқап аламыз. Мына жерде менде 50 граммдай сары майды ертіп алдым. Ерткен соң оны суытып, сонан соң барып қосасыздар. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Міне дәл видеодағыдай қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы керек. Енді жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз қамырымызды. Ал оған дейін ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Бұл жерде фаршқа тұз, біріш қосып дәміне қарай оны араластырып осылай қойып қоямыз. Сонда жаңағыдай тұзы сіңіп, дәмі кіріп әдемі болып тұрады. Сонан соң картопымызды барынша майдалап, көбіктеп турап аламыз. Оның артынша пиязымызды да барынша жұқалап, майдалап турап шығамыз. Енді фаршымыз және сочный болып шығу үшін осындай бір ас қасық сұйық майды қостым. Немесе кішкене ғана құйрық майды майдалап турап қосып жіберсеңіз, ол да жақсы болып шығады. Енді осы фаршымызды жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Біздің қамырымыз тоңазытқышта тұрды жарты сағаттай. Енді алып, осы қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Астыңғы бөлігін сәл үлкендеу қылып алыңыздар, ал беткі жағын кішіректеу алсаңыздар болады. Енді әрқайсысын домалақтап, жақсылап жайып аламыз. Қамыр өте жұмсақ, жұмыс жасауға өте ыңғайлы, жақсы жайылады. Осылай ұн сүйе отырып жайыңыздар, қамыр жабыспас үшін. Үлкендеу осындай 4-1 етіп жайдым. Мен енді әсел пештің 4-1 формасын жасап жатырмын. Егер сіздер формаларыңыз домалақ болса, соған қарай, көлеміне қарай өздеріңіз жая бересіздер. Қалыңдығы осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай шамамен жарты сантиметрдей болады. 1 сантиметрге жетпейді қалыңдығы. Осылай астыңғы қамыр төсеп алған соң бетіне жаңағыдай дайындаған салмамызды түгелмен салып, бір келкетті осылай қасықпен жайып шығамыз. Бетіне осылай кішкене ғана көбіктеп сары майды қойып шықсаңыздар, ортасындағы салмасы одан сайын сочный, әдем болып шығады. Енді бетіне жабатын екінші қамырымызды жайып аламыз. Ол қамырды сәл жұқылы етіп жайсаңыздар да бола береді. Енді беті әдем болып шығу үшін мен сәл осындай өрнектер істеп шықтым. Бірақ ол міндетті емес, тек қана ортасын ғана тесіп қойсаңыздар, сол да жеткілікті. Ортасындағы начинкасы жақсы пісу үшін ортасын сәл тескен дұрыс. Ал мен сәндік үшін пирогымыз сәл әдемі болып көріну үшін осылай ойып шықтым пышақпен. Ол енді узорлар өз фантазияларыңызға қарай жасай бересіздер. Міне менде осындай болып шықты. Енді осы қамырымызды алып, жаңа пирогымыздың бетіне жабамыз. Байқасаңыздар, бізде астыңғы қамырды әдейілеп осылай үлкендеу етіп жайдық. Енді ол астыңғы қамырды жоғарыдағы қамырмен бірге осылай түйіп шығамыз. Сонда кесілгенде де әдем болып шығады. Әдетте шет жақтары қалың болып кетеді ол пирогтардың. Ал осылай жоғары қарай түйсеңіздер, онда шет жақтары бір келкі болып жақсы болып піседі. Енді бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене ғана айран немесе сүт қосып жіберіп, осылай жағып шығамыз. Сонда пирогымыз сары болып әдемі болып шығады, қызарып жақсы піседі.
Енді пирогымызды алдын ала қызған пешімізге 180 градуста шамамен 40 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің етті бәлішіміз пісті. Осылай үлкен болып шығады. Барлық отбасы мүшелеріңізге жетеді. Осылай үлкен қылып жасасаңыздар, әрі тойымды, әрі дәмді. Осы пирогты сіздерге жасауға кеңес беремін. Құрамын өздеріңіз көрдіңіздер. Не бары үйіңізде айран мен жұмыртқа болса жеткілікті, және ортасына салатын салмасын өз қалауларыңызға қарай өзгерте бересіздер. Бәлкім біреулер жаңағыдай капуста жақсы көрсеңіздер, капуста қоссаңыздар болады. Енді ол өз фантазияларыңызға қарай жасай бересіздер. Міне өздеріңіз кескеннен ақ байқап тұрсыздар, қамыры өте жұмсақ, нәзік болып шықты, өте тойымды. Негізінен менің каналымда дәл осындай етті бәліштің басқа да рецептісі бар. Ол және қаймақпен жасалады. Егер жасаймын десеңіздер, ол рецептпен де жасап көріңіздер. Ол да өте дәмді болып шығады.